балалар. Сәлеметсіздер. Сабаққа дайынсыз бардыңыз? Да. Үйге қандай тапсырма берілді? Қазір барлықтарың соға уақыт жетеді. Әрқайдан бір оқушыдан үш қатардан Жол сұраған кісі ұмытпайды, жол сұраған кісі жаңылыспайды. Адам жол белгілерін және жол ережелерін бара жатқан жолы білуі керек. Бірақ та адам жолды білмесе, қасындағы адамдардан сұрай алады. Бірақ адамдар көмек сұраудың алдында жөн сұрап, сиқырлы сөз айтуы тиіс. Сонда адам сені түсініп, әдепті екеніңді біліп, көмектесе алады. Қызметіндегі мәтінді оқып беремін. Қияқтың дайынсағыдар. Мәтінді оқу мәтінмен сабақ және қатысты қызметіндегі жазыңыз. Ашық бәріміз тыңдаймыз. Адамдар жолды ойлап тапқаннан бастап, олардың бағытын көрсетіп тұратын жол белгілері қажет болды. Ертедегі адамдар ондай белгілерді қолмен жасап отырды. Мысалы, жүрер жолда тұрған ағаштың бұтақтарын сындырып, немесе жол жиектеріне әртүрлі формадағы тасты екі қойды. Бірақ бұл заңдар да бірден көзге түсе бермейтін, жердегі тастар да қозғалып қалады. Адамдар белгіні табиғи заттардан бөлек етіп, ажыратып қоюды ойластырды. Сөйтіп, алғаш рет жол жиектерінде үстіне герместің басы үстіне гермес сол өлшемдерді санарды ойлап тапқан адам герместің басы үстіне қойылған төртбұрышты қысқа бағандар пайда болды. Ал біздің заманымыздың дейінгі 5-ші ғасырдан бастап әртүрлі шығарма кейіпкерлерінің, мемлекет қайраткерлерінің, философтардың басы үстіне қойылған тас бағандар көбейді. Кейіннен жазу пайда болғаннан кейін сол тас бағандарда маңайындағы елді мекендердің аттары қоса жазылатын болды. Жол белгілерінің дұрыс жүйесі біздің заманымызға бүгінгі сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын түсінуге нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және сюжетті суреттер желісі бойынша әңгіме құрастыру. Сол себепті біздің бірінші тапсырма бізде мәтін бойынша сұрақтар құрастыру. Сосын сабақ соңында кім сабаққа белсенді қатысады, осындай смайликтер тарататын болады, баға жазылған. Сол себепті белсенді қатысады. Алдымен бірінші топ сұрақтарымызды үшінші топқа қоямыз. Бір сұрақты кімге қоясың қанда? Екінші топқа. Жоқ, үшінші топтың бір оқушысына қоясың. Кімге қоясың? Жол белгілері қай ғасырда пайда болды? Аңса жауап беремін. Жол белгілері қай ғасырда пайда болды? Ya, dürüst bizim zamanımızda değil, bizim çağımızda. Biraz sıra kutluyor musunuz? Üçüncü kadar. Bu arada jol bilgilerde kimge katı? Jol bilgileri kimde olur? Resmen tuhaf bir yerlerde. O sırada süreçler boyunca kısa şeyler yapacağız. Ne şimdi? Ergun yapması gerekiyor sürekli. Ergun yapması dürüst koyulduğunda o sürekli metro, o sürekli yapacağız. Олар жерлерін дегенде, мирас жүргіншілер жолында мираспен адып өткенде, машина мирасты қағып алған жаздады. Сосын оны көрген полицейский оларды ұрысып мектепке барды. Мараттың сәкен мектепке бара жатқанда, олар жолдан өткенде қызыл түске өтті. Мараттың машина кішкене соғып алды. Сосын оларды полиция қылды. Ол оларды дұрыс жолды өтуге үйретті. Сосын оларды мектепке апарды. Бір күні Самат пен мектепке барғысы келді. Мектепке бару үшін екі жаяу жүргіншілер жолдардан өтуі тиіс. Олар өтіп бара жатқанда машинаның дөңгелектерінің астына шығайын деп қалды. Осы кезде полиция қызметі келіп, Самат пен Сырымға екіншісінің өтуге көмек беріп мектепке апарды. Бір күні екі дос бірге мектептен үйге қарай жаяу жүріп бара жатты. Олар жаяу жүргіншілер жолын көріп, онсыз өткісі келді. Сонда полиция қызметкері оны көріп, екі досқа айтады. Жаяу жүргіншілер жолымен. Бірінші тапсырма ма? Оқимыз. Ашық. Жоқ, сөйлем оқимыз бірінші. Күн ашық аспанда күндей бұлтты. Аппақ қарға боялған алатаудың көкке шаңы шоғылған жылдың мол күн сәулесі бұлар Ашық, бізде қандай сіңесің ертежін? Бұл жұпты жұмыс бірге орындаймыз. Негізгі, келесі қандай сіңесің? Аппақ. Келесі аппақ. Ертежін кірпісінде көмектесің. Аппақ қандай сіңесің? Қатысты аппақ. Жандос? Аппақ күрделі тағы. Сапалық па қатысты аппақ? Сапалық. Дұрыс. Келесі қандай сіңесің? Жылтыр. Ол негізгі. Сосын?
сапалы қатысты. Сапалы дара. Дара себебі қосымша жоқ. Және де сапалы деген күшті дара қатыстық. Күшті қандай снизм? Қатыстық. Келесі. Киелі дара сапалық. Киелі деген сөз. Кім көмектеседі қандай снизм? Киелі сапалық. Күбір қандай бізде? Қатысты снизм. Түзеп қояйық. Келесі. Ерекше қатыстық. Ерекше деген бізде сапалы снизм болады. Жарайсың отырады. Келесі. 9-құмалақ деген оқимыз. 9-құмалақ қазақ халқының ұлттық ойыны. 9-құмалақ жылдан Тыңдаймыз. Тез жар 9-құмалаққа үлкеннен береді. Бұл жерде қандай снизмдер бар? Жылдан тез қиын үлкен ұлттық. Қандай снизмдер ол айтамыз? Жылдан ол қатысты. Жоқ. Жылдан деген бізде сапасын білдіріп береді. Сапалық болады. Жылдан ол сапалы. Тез ол да сапалы. Қиын сапалы. Ұлттық деген шын. Қиын сапалы. Ұлттық. Қатысты бір бізде ол жарайсыңдар отыра ойында. Келесі. Менің ең жақын досым Асқар деген мәтін кімде? Оқимыз бірге. Даусын шығарамыз. Қандай снизмдер бар? Қандай снизмдер бізде бұйра деген? Азия. Қандай снизмдер? Сапалық. Келесі. Тезірек оқыңыздар. Қалың негізгі дара сапалық санайсың. Ұзақ негізгі дара сапалық санайсың. Қысқа негізгі дара сапалық санайсың. Қалты туынды күрделі қатыстық санайсың. Аязды туынды күрделі қатыстық санайсың. Жарайсыңдар. Қазір есімдерге осындай қағидалар бар да. Бүгінгі сабақтар алып ана жерге ілеміз. Не бар, алдан артын етеді ғой.